Бәріне сәлем, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Және бүгінгі видеода әрбір сериясы жеке фильмге ұқсайтын мини-сериалдың бірінші эпизодын айтатын боламын. Түнгі сұмдықтар мен фантастикалық көріністер. Ал видеомызды бастамай жатып, менің еңбегімді бағалап, лайк басып, арнамызға подписка жасаңыздар. Ал біз бастаймыз. Басты кейіпкер, жалдамалы жұмысшы. Ренчо есімді кісі көлігімен қақпаға келіп тоқтайды. Ол жерде Моррис компаниясы, яғни ойыншықтар өндірісі екен. Моррис компаниясының президенті. Ол өлтірушінің келесі нысаны болып шығады. Ол ойыншықтарды қарап жүріп, жасыл феяны тауып алады. Ренчо өз нысанын тауып дайындала бастайды. Тапаншасын алып, маскасын тағып алады. Ол телефонды пайдаланады. Ол жерде бұл бомба деп жазылған. Және секунд басталады. Охранник оны ұстап, сыртқа шығады и соққы алады. Ол охранниктен кілттерді алып, камераларды өшіреді. Жол жөнекей ол тағы бір охранникті өлтіреді. Ол бөлмеге кіре салып, тапсырманы орындайды. Ал естелікке бір ойыншықты алып кетіп қалады. Ол ұшақпен үйден бара жатады. Және клиентке тапсырма орындалды деп хабарлайды. Қасындағы қыз сағыз сұрайды. Сумкасын ашқанда ойыншықты көріп біртүрлі қарайды. Ұшақтан түскен соң аэропорттағы қыздың артынан біртүрлі қуыршақты көреді. Ол оны тапсырманы орындаған ғимараттан көрген еді. Бірақ үйге келгенде тағы бір ойыншықты байқайды. Оны Морристі өлтіргенде көрген екен. Оған посылка алып келеді. Бірақ ол есігін ашпайды. Бір кезде қыз оны есігінің алдына тастап кетеді. Дегенмен қызығушылығы артып, оны ашып көреді. Ал ішінде өте көп пластикалық әскерлер тұр. Ойыншық әскерлер тұр. Ол қарап шығып, ешқандай күмәнді нәрсені таппайды. Кешке қарай қорап өздігінен қозғалады. Ол жақындап келіп, әскерлердің жоқ екенін көріп таңырқайды. Үйде біртүрлі жайттар орын ала бастайды. Перделер қозғалып, свет өзіне өзі өшіп жанатын болады. Кенеттен оның аяғын жаралап алады. Қараса, аяғын пластикалық винтовка кірген екен. Сосын ол столдың астына қарайды. Ол жерден оған оқ ата бастайды. Және нағыз соғыс басталады. Оған оқтар мен зымырандар ұшып келеді. Ол ваннаға тығылып үлгереді, және де не болып жатқанын түсінбейді. Ол айнаның көмегімен сыртқа қарап, ойыншықтардың қалай атып жатқанын көреді. Ойыншық солдаттар оны байқап, ракета атады. Еркек қарсы тұруды шешеді. Тапаншасын алады да, сосын ас үйге тығылып кіріп, мылтықты күштірек етіп бекітеді де, кішкентай жауынгерлерді ата бастайды. Ол диванды төңкеріп, тірі қалған әскерлерді көреді. Олар жараланғандарға көмектесіп жатыр екен. Олардың қашпақ болғанын көріп, құмырсқадай мыжып тастайды. Және әскерлердің тасталған шығады. Содан соң әскери вертолеттар ұшып келеді. Олар енді серьезный. Атысты бастайды. Ол жасырынып үлгереді. Бірақ ол жараланған. Ол не болып жатқанын әлі де түсінбеді. Бірақ ойланатын уақыт жоқ. Есікті жарып, вертолеттер кіреді. Ренчо оларды аулап, унитазға тастайды. Әскерлер берілмейді, және ол суға фенді тастап, оларды өлтіреді. Сосын ол жарасын тігіп, біраз уақыттан соң Ренчо есігінің астынан жазбаны көреді. Ол жазбада солдат жіберу туралы өтініш бар. Ол да жауап ретінде жібереді. Бірақ мұның тұзақ екенін түсініп қояды. Әскерлердің оқ жаудыруға дайын екенін көреді. Олар есікті бұзады. Ренчо аман қалу үшін терезеден шығады. Бірақ бұл 14-ші этаж. Ол балконға барып үлгереді. Бірақ вертолет оған шабуылдайды. Сол мезетте құлап кетейін деп қалады. Ол тапаншасымен атып вертолетті апатқа ұшыратады. Ол әскерлерден құтылғысы келеді де резинкалық үйректі пайдаланады. Және де огнетушитель тілмен шабуылдайды. Сосын аэрозолды пайдаланып, оларды өрттеп жібереді. Сосын пышақпен кеседі. Тірі қалғандарын крокпен жауып қояды. Ренчо ойыншықтарды санап шығады. Ешқайсысы қалып қоймасын деп, олардың саны коробканың сыртындағы санмен сәйкес келеді. Және онда бонус туралы бірдеңе жазылған. Шоуды жеңген соң бассейнге түседі де босаңсып алуды жөн көреді. Оның білегін кесіп жібереді. Ол тағы біреу қалып қойғанын түсінеді. Ол күресуге тырыспайды да. Ол қашпақ болады, бірақ лифтті бұзады. Фонарик арқылы іздейді, бірақ ешкім жоқ. Бірақ ол панельдің ішінен Рэмбоның кішкентай нұсқасын көреді. Лифт бұзылған соң ол жоғарыға шығады да басқа лифттің үстіне
секіреді. Ол өзін құтқардым деп ойлайды, бірақ ол кішкентай жауынгердің үстінде жүргенін білмейді. Ол көкірегіне шығып пышақтап бастайды, бірақ бұл аз болады. Ренчо командирді ұстап лифттің есігіне қысады және әскердің басын бұзып жібереді. Ренчо өлтірдім деп қуанады, бірақ ойыншықта мина бар екенін байқайды. Сосын өлтіріп жіберетіндей жарылыс болады. Осымен фильм аяқталды. Сіздермен бірге болған Саяхаттаймыз арнасы арнамызға тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.